Ассалаумағалейкум достар, армысыздар. Бүгін бізде жаңа подкаст, жаңа шығарылым. Бүгін біз ерекше шығарылым түсіргелі отырмыз. Себебі біздің қонақ өте ерекше. Санжар Керімбай ағамыз, шығыстанушы, ағартушы десек те болады. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Жалпы бұл шығарылымның, бұл подкасттың бастауына жалпы демеу берген Шыңғыс Мұхан ағамыз және оның баспасы Мазмұндама баспасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз секілді жастарға үлгі болып, демеу беріп, бір өзінің көмегін тигізген ағаларымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Дұрыс айтасың, Әзібек. Және де осы ең алдымен Санжар ағамызға үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Осы біздің бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, уақытын бөліп, подкастта қонақ болып келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жақсы, рахмет. Жалпы шығарылымды бастайық. Негізі Санжар аға, сіз туралы білеміз, кітаптар жазасыз, кейбір жерлерге тренингтер, дәрістер өткізесіз, отбасы хрестоматия дейтін жобаңыз да бар. Жалпы қазір көбіне қандай жұмыстармен, немен айналысып жүрсіз? Сол туралы білсек. Мен өз айналысатын бір-ақ жұмысым бар. Отбасы хрестоматиясы өзі келесі жылға шығарылатын жобаларын бекіткеннен кейін соған қатысты деректерін бәрін жинап теріп оқимыз дағыны, сосын қорытамыз дағыны, сосын қағазға түсіреміз. Одан кейін оны жаппай елді аралап жүріп, шарлап жүріп таныстыру деген жұмысымыз бар біздің. Енді бұл жұмыс кеше желтоқсан айының сол 15-теріне дейін созылып дағыны, сосын жаңа жылға байланысты ол тоқтады. Одан кейін біз күзде шығатын жобаларымызды реттеу үшін Түркияға тағы да 1,5 айға кетіп қалдық дағыны, 2 айға жуық уақыт соқта өткізіп қайтып келгеннен кейін өзі ең соңғы 2 өңір қалған тұғын, біреу Қостанай, біреу Павлодар. Енді Ертіс Баян өңірі деп айтып, бізден 2 күн бұрын біз соңғы нүктесін сол жақта қададық енді. Екібастұз қаласы, Ақсу қаласы, содан кейін Павлодардың өзі, сосын Баянауылда. Бұдан кейін енді Астананың жанындағы Степногорск деген тағы бір қала бар. Сол жердегі ұлтшыл қазақ мектебінің жанындай мықты мұғалімдер тағы да бізге де келіп Қаныш Сәтбаевты таныстырсаңыз деп отыр. Сондықтан мен енді жаңағы бір сөздеріңе түзету енгізіп кетейін, мен семинар тренинг өткізбеймін, мен оған ешқандай қатысым жоқ. Біз енді бірақ студенттердің клубтары бар, кітап оқумен айналысатын. Сондай жерлерге шақырған кезде барамыздағы оларға қызық болған сұрақтарына жауап беріп, кездесу өткіземізден кетіп қаламыз. Сондықтан ендігі жұмысымыздың бәрі тек алдағы күзге дайындалып, енді бір 2 аптадан кейін біз тағы да телефонның бәрін өшіріп, жердің астына кетеміз былайша. Осы шаруа. Түсіндік, қазіргі жұмыстарыңызбен бір танысып кеттік. Жалпы қоғам деген кезде қоғамға бір оралайық. Қоғам болғандықтан ол жерде көптеген проблема болады, өзекті ахуалдар болады деген секілді. Мысалы қоғамда, біздің қазақ қоғамда бір үлкен проблема бұл тіл мәселесі. Осыдан 2 жыл бұрын Чоковой дейтіннің иесі Рамил дейтінді естіген шығармыз, қазақша жауап беру бұл нацизм деген секілді түсініктеме берді. Одан соң 3-4 ай бұрын қазақ кофе дегенде бір тіл мәселесінде бір скандал болды, үлкен мәселе болды. Сосын дәл қазіргі кездегі мәселеге келейік, Магнум. Қарапайым қазақтар Магнумға бойкот жариялап, олар тілді сыйламады, сондықтан біз Магнумға бармаймыз деген секілді өздерінің назын айтты десек те болады. Жалпы қазақ қоғамда тіл мәселесінің болғаны дұрыс па? Мемлекетке тиімді ме, ол тиімді емес пе? Жалпы қалай ойлайсыз сол туралы? Қоғамдағы тіл мәселесінің өршіп кетуіне? Тиімді, тиімсіз ыңғайды, бірақ енді жалпы Қазақстан Республикасы түбінде болашақта мемлекет болып қаламыз дейтін болатын болса, осы мемлекеттік тұғырны нықтырамыз дейтін болса, онда ол мемлекеттік тілді қазақ тілі қылғаннан басқа оларға ешқандай шанс жоқ. Егер ол ары қарай осы орыс тіліне басымдылық бере беретін болса, ол мемлекет ыдырап тарап кетеді 15-20 жылдың ішінде. Сондықтан бұл мәңгілік мәселесі. Оның және ол мемлекеттің теориясын жақсы білетін адамдардың бәрі әуелден-ақ қазақ тіліне тез оралмайтын болсақ, елдің егемендігіне, тәуелсіздігіне қауіп төнеді деген ерте бастан айтып жүрген. Ал енді өкінішке орай не істейсіз енді, біз енді Назарбаевтың кезінде ол кісі өзі де отбасымен де айналасындағы жаңағы нөкерлері, уәзірлерінің бәрі Москвада, Ленинградта оқыған, Ресей десе жүрегі лүпілдеп қоя беретін адамдардың бәрі маңайына топтастырғаннан кейін олардың бәріне қазақ тілді ортаның күшейгеніне аса бір мүдделі болған жоқ қой енді. Экс-президент Назарбаевтың өзі ешқашан бір қазақ тіліне ол бір ғашық болып, соған бір акцент қойып, салмақ қойып, бір егемендікті тіл арқылы күшейтуге бір ықыласты болған адам емес. Мүмкіндігінше ол қайта орыс ортаны қолдауға, қазақша сөйлегендерді тұқыртып сөйлеуге ол кісі әуес болды да, енді одан үлгі алғаннан кейін бәрі өршіп кетті.
Ал енді кейін сөйтіп жүрген кезде енді теріскейде көршіміздің жаңағы қоғам олар шовинизм деген аурулары өзі бұрыннан да жазылған жоқ еді кезінде. Ол аурулар асқынып кетті дағы енді ол мына Украинамен текетіреске алып келді да өйден жаңағы ойыннан от шықты мысалы. Оны көріп отырғаннан кейін біздіңкілер соны сылтау алып тағы да қойыңдар деп өзінің халқына басу айтқан болады. Бірақ бұл жерден басу ұзақ айтып отыра алмайды, себебі мемлекет өзінің мемлекетшілдік күш қуатының бәрін өзінің ұлттық мәдениетінен, ұлттық рухынан, ұлттық әдебиетінен, тарихынан содан тартады негізінде. Егер ол әр жерден осындай жылтыраған идеялар біресе Сингапурдан, біресе тағы бір жерден, тағы бір жерден, Кембриджден деп жаңағы Тони Блэйр сияқты көрінген біреу кеңесші алып келіп отырады, идеяны да сырттан тарта беремін дейтін болсаң, ол біраз уақыттан кейін сарқылады оның күші. Себебі ол өзінің туған топырағынан құнарланып жатқан жоқ. Содан кейін бұл мемлекет шайқатылады. Сондықтан енді бұны енді көзқарақты адамдар енді қалай десеңіз де қазақ қоғамы күннен күнге сауаттанып жатыр. Олар чат GPT оқып отыр, олар Google-ды пайдаланып отыр, олар балдар шетелге барып оқып келіп жатыр, басқа мемлекетпен салыстырып жатыр, мемлекеттің теориясымен таныс адамдармен сұхбаттасып жатыр. Олар күннен күнге соған байланысты бұл қазақ тілі деген ол жай ғана менің ана тілім, сондықтан сен құрметтеуге міндеттісің дейтін баяғы пафостық болмаса жай бір сентиментальды көзқарастан бұл шеңберінен шығып кеткен бұл бұдан 6-7 жыл бұрын. Сондықтан бұл қазір енді мемлекеттің болашағы деген мәселеде ол қойылып жатыр. Сондықтан енді маңында отырған басшылар ойлаймын енді өте бір таяз ойлайтын, алысты болжай алмайтын сондай бір шала сауатты адамдар басқарып отыр деп әйтпесе есі дұрыс адам енді олай істемейді негізінде. Былай мәдениетті көз ашып оқыған адам болатын болса енді акцентті қазақ тіліне қою керек. Сондықтан бұндай дау жуық арада тоқтамайды. Және бұл соққы мағлұмға менеджерлерге берілді, болмаса мағлұмның құрылтайшысына берілді деп өзім ойламаймын. Бұл енді бұл ауыр соққы негізінен Қазақстан Республикасын басқарып отырған идеологтарға берілді деп ойлаймын. Сондықтан менің жауабым осы бұған қатысты. Жақсы, керемет аға. Енді осы жерге келесі сұрақ, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, шетелге барып қазақ жастары оқып келіп жатыр деп. Қазақ елі осы тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдардың соңында қабылданған бізде болашақ бағдарламасы арқылы қазір 12 мыңға жуық қазақ жастары шетелде білім алып келді. Бірақтан енді сол жастардың басым көпшілігі шетел асып кетуі немесе сол жақта қалып қалуы бұл неден болып жатқан құбылыс деп ойлайсыз жалпы? Елге қызмет, ұлтқа тағзым түсініктер қайда қалды сонда? Енді оның бәрі қиын түгде жоқ, бұның бәрі көрініп тұрған нәрсе, тіпті оның бір аса бір құпия нәзік мәселе ойлануына қажет жоқ бұған. Бұл кішкентай кезіндегі берілетін қазақы тәрбиенің жоқтығы. Кішкентай кезінен қазақы тәрбиемен бесік жырмен, санамақ, тақпақ, батырлар жыры, бата, қисса, ел жерінің тарихы жайындағы неше түрлі әсерлі мазмұнды аңыздардың бәрін тыңдап өспегеннен кейін ол сосын енді ол болашақтан кеткендердің көбісінің мына қаладағы біріншіден орыс тілді, болмаса орыс тілінің ықпалына түсіп қалған, болмаса сол орыс тілінің ықпалына түскісі келіп тұратын адамдардың қолына түскен нығмет қой енді болашақтан бару деген. Сондықтан енді олардың көбісі жаңағыдай басында бір патриоттық сезім болған болуы мүмкін, еліме келіп қызмет етемін деген. Бірақ елдің ішіндегі біраз қиындықтарды көргеннен кейін оларға бір жетпей қала беретін нәрсе үнемі ол қайсар рух деп аталады. Сол мына осы қиындықпен ұстасып тіресу арқылы өзінің ішіндегі бүгіп жатқан, мүлгіп жатқан потенциалды жағудан гөрі қиындығының бәрі, түйінінің бәрі шешіліп қойған дайын қоғамға барып гүмп етіп түсіп, ары қарай сол мүмкіндікті пайдаланып өсіп өрістеп кеткісі келіп тұратын нәрсе ғой енді. Оның бір жаман жері енді ол адамдар шетелде қалып қойған жігіттер енді жақсы жайнап гүл-гүл өмір сүреді енді. Бірақ енді мынандай адамның ішіндегі не дейміз, қайратының тасып, болмысының қаша алатын мүмкіндігінің бәрін қолдан шығарып алады. Ал енді елде қалып күресіп тіресіп жатқан адамдардың бір жақсы жері бұлар өмірдің мәні деген нәрсені жақсырақ түсінеді. Сондықтан бұл проблема шешудің бір ғана жолы бар. Балабақшадан бастап мектепте қайтадан сондай туған жерге деген адамның махаббатын күшейтетін, туған жерге деген сезімін күшейтетін және осы жерде мәңгілік мемлекет құрсақ деген арманын оятатын заттарды қайтадан салатын болса, қайтадан қалпына келе береді. Сондықтан ол бірде былай, бірде былай. Қалай мектептің программасы қалай өзгереді? Жастардың да несі жүріс-тұрысы, арман-мақсат соған қарай өзгеріп отырады. Енді осы тұста журналист Тархан Әбдік ағамыз өзінің пікірін білдірген еді осы алдыңғы подкасттарда көрген. Ол кісі айтады, мен жастар сендерге айтатын ақыл кеңесім, білімдерің толысып тұрған ізденіске бір құлшынысқа деген қайраттарың тасып тұрған шақта шетелге кетіңдер, елде қалмаңдар деген пікір айтты.
жақын арада Қазақстанның өзгеретініне күмәнім бар дейді. Осы тұста сіздің пікіріңіз қандай? Енді пікірім болғанда мен жастарға бір үндеу айтатын мен ондай бір ықыласым да жоқ, ниетім де жоқ, және өзімді бүкіл Қазақстан халқының жастарына бір үндеу айтатын деңгейдегі тұлғамын деп өзімді есептемеймін, санамаймын. Өзімнің субъективті пікірім бар. Мені жас кезімде мен де осындай батысқа шақырған, ақшқа шақырған неше түрлі жора жолдастарым, таныстарым болған, бірақ менде ондай ықылас болған жоқ. Маған керісінше осы елдің ішінде қалып, осында шешілмей тұрған түйіндердің бәрін қолдан келгенше шешуге тырысу, барынша күресу. Және бұл шешіммен мен ешқашан өкінген емеспін. Жас кезімде мысалға мен барып сол ақш-тың болмаса Англияның үлкен университеттерінде тереңдетіп білім алып, жарқырап көзге түсіп бір жерден шақыртып алатын онда мүмкіндікке ие болған жоқпын. Бірақ экзистенциялық тараптан кіретін болсаң, біз осы елді сауаттандыру, қоғамды қайтадан ағарту, тиісті құндылықтарды насихаттау арқылы қазақ халқын ояту деген сияқты позицияға бекігеннен кейін айландырған 12-13 жылдың ішінде ол мынандай құбылыс туғызды отбасы хрестоматиясы деген. Яғни бұл біздің ішіміздегі мүлгіп жатқан, оянбаған, сыртқа шықпаған, жүзеге аспаған потенциалымыздың бәрін жаруға, шығаруға, біздің мүлгіп кеткен, қалып кеткен қасиеттеріміздің бәрін қашала түсуіне бұл бізге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл таңдауға байланысты да, енді ол адамдардың бәрі, егер ол өзінің ішіндегі потенциалын жарып, мәңгі бақи бар болып қалатын болмысқа айналыса келетін болса, онда ол қай жерде жаңағы өткенде қазір дүкендерде сол кітап мода болып жатыр ғой, иди туда, где страшно деген. Адам қай жақта қорқынышты, сол жаққа жүру керек қой. Сондықтан егер Қазақстан қоғамы қорқынышты болатын болса, онда батырлықты тілеген, ерлікті тілеген, жаңағыдай Ницшенің айтатын сөзі жаңағы бізді өлтіре алмаған нәрсенің бәрі бізді қаһарман қыласы дегендей, қаһарман бола түскісі келген адам Қазақстанның мына қараңғы қоғамына гүмп етіп кіріп кетеді, осы жерде шайқасса қаһарман болып шығады. Ал енді Американың жайынан гүлдеп тұрған жеріне барып гүмп етіп түсе алатын болса, онда сен Америкадағы жаңағы 250 миллион халықтың біріне айналасың мысалы. Енді одан кейін енді ұрпақ сабақтастығы, арман деген нәрсе де бар. Сен бұл жаққа барып сіңгеннен кейін сенің туған балаң міндетті түрде ол тілі ағылшын болып шыққаннан кейін есейе келе сен өзің мен балаңның, немереңнің арасында бір енді мәдени, рухани байланыс орнайды деп есептемеймін. Ол енді бұл адами фактор емес, адамның бойында ондай қасиет жоқ, адамның бойында бір нәрсе бар. Жақсы жалақы алып, көп тамақ алып, одан кейін жақсы жайлы үйде ішіп жеп тойып, сосын алаңсыз ұйықтап қалсаң болды, адам деген сол деген баға берілетін болса, онда ол дұрыс болып есептеледі. Ал егер жоқ, адам деген бұндай өлшемге сыймайды, ол өте ауқымды нәрсе. Адам деген адамның болмысының ішіндегі құпиясы, оның жаңағы жұмбағы, оның қасиеті деген ол шексіз телегей теңіз, соның бәрін адам осы өмірдің ішінде ашу керек дейтін болса, онда қай жерде жақсы, сол жұмсаққа барып гүмп етіп түсе қалдағы сол жерден көгеріп көктеп кетті деген, онда адамның бұл құнын түсіріп жіберетін көзқарасы негізінде. Адамды құнсыздандыру осыдан шығады, жаңағы дайын асқа тық қасық болады деген. Сондықтан енді ол жаңағы Дархан Әбдіктің пікіріне үйіп, мен сол жаққа кетемін дейтіндер болса, кете береді. Ал егер жоқ, енді мен мына қаһарман бола түскім келеді дейтіндер болса, онда шешімді мына қиындыққа қарай қабылдайды дағы, онда Қазақстанның ішінде төбелесуге. Былайша айтқанда айналып келгенде өзекті жанға бір өлім, Америкаға барсаң да, Қазақстанда қалсаң да бәрі өлетін анық қой. Бірақ енді қалай өлеміз деген мәселе ғой бұл жерде. Сондықтан бұл өлімді таңдау. Сондықтан егер өлімді таңдаған кезде мен шайқас өлгенді таңдадым мысалға. Бар мәселе осы. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Осы тұста өзіміздің Сұлтан Махмұд Торайғыров атамыздың қараған қазақ төріне өрмелеп шығып күн болам, күн болмағанда кім болам деген сөздер еске түседі. Келесі сұрақ, Әзізбек. Жалпы бағана сіз айтып кеттіңіз ғой, адам өзінің қалай өлетінін, барлығы бірдей өледі, шайқасып өлген дұрыс деген секілді пікір айтып жатсыз ғой. Мысалға қараңыз, жастар Америкаға, батысқа кетіп қалса, олардың пікірі мынандай болуы мүмкін шығар. Қалай өлеміз емес, қалай өмір сүреміз деген идеологиямен өмір сүретін шығар. Негізі батыс философиясының негізгі. Мен білмеймін, енді жалпы батыс философиясы дегеніңізді қайдан? Жалпы философияның бәрі өзі өмірді мәнді мағыналы түрде үйрететін ғылымның түрі ғой. Ол өзі, яғни даналық сүю, дана болып өлу, ішіндегі мына өзің жабайы болмысыңды ғайыптан келетін даналық ілімменен толтырдағына піспеген шикі шала болмыс өмірінің соңына келгенде кемелдікке келіп, ол енді мынандай артына із тастап кету деген. Сондықтан мен енді батыс философиясы тек қана азаннан кешке дейін жаңағыдай ішіп жеп жата бер деген насихаттайды деп мен ойламаймын. Мысалы Платонның болсын, өзінің айтатын Платонның батыс философиясының енді көрнекті өкілдерінің біреуі, оның да айтатыны надандықты көріп тұрып күреспеу надандықтың ең үлкені деп айтады. Қазақстанда сен надандықты көріп тұрып, соның күреспей қойып, жаңағы басқа бір жаққа аунап түсетін болса, онда сен надан болып қаласың тағы да.
Ондықтан енді мен енді оның бәрі неден шықты, жаңағы қалай өмір сүремін деген, бұл өмірді контексті түсіну деген болады. Контексті түсіну деген өмір деген қай жерден басталып қай жерден бітеді деген сұрақты қоятын болсаң, егер сен шешемнен тудым, содан кейін өлгеннен кейін топыраққа айналып кетемін дегенмен есікті жабатын болсаң, онда бұл өмір абсурд болып көрінеді. Онда бұл өмірдің мән мағынасы жоқ. Онда жаңағы Камюлердің айтып жүрген адам деген нәрсе жаңағыдай заброшенный болмыс деп айтады, бір жерге лақтырып тастайсың, сұрауы. Ал онда адам қадірсіз затқа айналады деген не істейміз деген кезде, онда Оралдың барында ойнында бір күш қуат тас тұрған кезде ішіп, жеп, қыдырып, саяхаттап, пиццаңа, сушиіңе заказ бер дағыны, содан кейін бұл күш қайратын таныған, бұл күш қайраттың бәрі кетіп, бұл уыстан шыққан кезде эвтаназия іш дағыны арам қатаға, одан кейін сен өлгеннен кейін денеңді өртей ме, көме ме, суға лақтырамын білгенде істесін деген әңгіме шығар. Ал егер жоқ, мен бұл өмірдің құнды екенін құнын шығарамын, бұл бізге тегіннен берілген зат емес, бұның бір сұрағы бар, бұл үлкен нығмет дейтін болсаң, онда оның өмірдің басы қайсы деген сұрақ шығар. Онда сен әлмисаққа кетесің. Онда бұл жоқтан бар зат пайда болмайды. Бар зат міндетті түрде бір бар заттан бөлініп шығады дейтін болсаң, онда оның түбі қайда дейтін болсаң, оны уәжибул вуджуд дейді, абсолюттік болмыс дейді философияда. Мәңгі бақи бар болып тұра беретін құпия бір болмысқа барып тіреледі. Онда сол жерде онда сен мұсылманшылыққа келесің дағыны, онда абсолюттік болмыс өзінен рухтарды жаратып шығарып, өзінің болмысынан оларға рухты үрледі дағыны, одан кейін кірпіштанға қойды дағыны. Сосын барып олардан жерге барып не істейсің деп, олар өмірдің мәнін осындай қылып сүреміз, жердің бетін жайнатамыз, гүлдендіреміз, руханиятпен андай жайқалтып қоямыз деп уәде берді деген ол басы болу керек ана жерде. Ал енді қазіргі жастардың дін десе тұрағаш ессіз азамат дегендей, бәрі ессіз азаматтардың бәрі салафизмді безіп жатқаннан кейін ол әлмисаға десін олар жеңіл қарайды, немесе күлкіге айландырады, ол әзіл қалжың темасын айналдырып алады да, оны нигилизм дейді, ондай киелі тақырыптың бәрін ойнап отыра береді. Бірақ бұның түптің олар өздерін абсурдқа алып келеді негізінде. Енді өмірдің ортасы осы болатын болса, соңғы қайсы дейтін болса, ол ахирет ұғымы содан шығады. Өлгеннен кейін мына өмір қайда кетті, саған берілген уақытты, нығметті қайда жұмсадың, жастық шақтың жалыны қайда кетті, жастық шақтың жігері қайда кетті, жастық шақтағы махаббат қайда кетті, қандай іске салдың, бұл не нәрсеге, қандай активке айналды бұл деген сұрау қойылады дейтін болса, онда сен оған дайындалуың керек болып қалады. Енді бұның алдымен артын дін деп жабатын болсаң, өмірде мен тек қана осы жердегі балабақшаға барып, мектепте білім алып, сосын Гарвардта оқып, сол жерден қызыл диплом алып, бір атақты компаниялар жұмысқа тұрып, үйіме ақша жіберіп тұрмын есептеймін дейтін болса, онда бұл түптің түбінде эвтаназиямен аяқталатын трагедияға ұласады. Сондықтан енді сол философиямен өмір сүріп жүрген адамдар сүре береді, енді түбін өзің қартайғанда көресің дегеннен басқа мен не айтайын енді. Ал енді біз өзіміздің нұсқада мынандай классикалық вариантпен кете береміз. Және бұл мені ешқандай өкіндірмейді, және оны табан тірейтін философиямыз да бар. Шәкәрімнің жаңағы шынды өлмек ойласаң сен ең алдымен жанды біл, ең керекті сұрақ жан құлағын қой құрап дейді. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не боламын деген. Сол келдім қайдан дегені әлмисаққа қатысты болады. Не істесем пайдам деген мына осы жерде отырмыз да үшеуміз не істейміз енді. Мына өмірді қалай сүреміз, қай сүрлеуге түсеміз, қай іспен айналыссақ ол мәні анықтайды. Маңызы жойылмайтын ғибратты өмірге айналады. Өлгеннен соң не болады? Өлгеннен кейін сұрау қай тараптан келеді? Қандай сұрақ болуы мүмкін мысалға? Сол сұрақтарға жауап бар ма, жоқ па деген мәселе біздің басымызды қатырып тұру керек негізінде. Сондықтан біз Шәкәрімнің үйіміздағы біздің жолбасшымыз, көсеміміз осымыз да сол кісінің етегінен ұстаймыз да кете береміз. Бұл менің енді өзімнің жеке өмірде қабылдаған нәрселерім, және бала-шағам осылай үйретеді. Жақсы, керемет аға. Енді тақырыптан кішкене ауытқысақ. Келесі мәселе, жалпы енді көз ашық кісілердің барлығы біледі деп ойлап көріп отырмыз. Жаһандық саяси әлеуметтік құбылыстың бір сан қайнаған шағында бір қолмалы сәтте дәл қазіргі қолыңнан келсе қоншынан бас дегендей мықты империялардың билігі, мықты империялардың ықпалы жүріп тұрған дәл қазір. Енді осындай кезде түбі бір түркі мемлекеттерінің достастығы, бір одақ құру туралы ойыңыз қандай? Енді соңғы кездері әлеуметтік желілерде жалпы көп тарап жүрген тұран одағы туралы ойыңыз? Мен де оған қатысты бір жетіскен ойда жоқ, шынымды айтайын. Себебі мен жалпы былай қиялдайтын болсаң, солай болып кеткен жақсы деп армандауға болады. Бірақ енді нақты істе, тірлікте енді бір түркі әлемін басын біріктіріп алып, оларды бір ақшамен, немен, ортақ идеологиямен басын біріктіріп, сосын оларды қаруландырып, басқа бір империяларға бір қарсы қойып тұра алатындай мен бір күші бар мемлекет көріп тұрған жоқ. Оның ішінде 80 миллион халқы бар және қару-жарағы бар деп есептейтін
Түркия ғана, оның өзі қазір енді Ердоғанның ғана автократиялық биліктен енді диктатураға өтіп кетуіне байланысты ол өзі миы ашып аталы болып өз ана жерде экономикасы құлдырап билігін қалай торлаймыз деп енді ол бас қатып жатыр. Егер түптің түбінде Ердоған диктатурасы жеңіп ол соған айналып кететін болса, ол сенің тұран бірлігің жайына қалады да, ол Ердоғанның жаңағы жекеменшікке айналдырып алған билігін қолымен басын қатырып кетеді, ол бізге қарауға шамасы жоқ. Одан кейінгі саны көп Өзбекстан экономикасы ол ақшасы өте аз, мысалға ол өзі жыл сайын 5 миллион еңбекке қабілетті еркектердің бәрі ол сыртқа мигранттар жосылып кетіп қалады. Одан кейін қазақтың түрі мына жартысы орыс, жартысы қазақ деген сияқты. Әзірбайжанның саны анау 10 миллионға жете ме, жетпей ме? Түркмендердің өзімен өзі ішіне қамалып болып отыр. Қырғыздарды мен білмеймін, не ойлап, не қойып жатқанын. Сондықтан тек армандауға болады, армандайды, жатып алып. Сендер сияқты. Түбінде жаңағы бүкіл түрік мемлекеті бірігіп кетіп тұран одағы деген сияқты мемлекет, империя сияқты бірдеңе жаңағы достас дейміз ба, не дейміз, жаңағы біреуіне тисе екінші алла кететін. Сондай болса күшті болар еді деп армандаймын. Бірақ енді нақты қазір көз алдымда соның басын біріктіріп, солардың бәрін қару-жарақпен қамтамасыз етіп, біреу тиіссе маған айт деп жұдырығын түйіп отыратын көкесі бар деп мен өзім ойламаймын қазір. Иә. Сондықтан менікі қазір дәл қазір қолымыздан не келеді, соны істей беру керек деген шаруа ғана бар. Әрине. Жалпы Санжарға бағана сіз Өзбекстанда мысалға қылып келтіріп кеттіңіз. 5 миллион еркегі ғана жұмыс күшіне лайық қалғандар мигрант болып сыртта жүр деп ше. Бізде бұрын қоғамда мынандай пікір болатын. Өзбекстандық адамдар сыртқа барып, Қазақстанға барып еңбек етеді деп. Ал енді қазақтарды қарайық. Қазақтар Кореяға кетеді, Англияға құлпынай теруге кетеді деген секілді шетелге көбірек жұмысқа шығып жатыр да. Соңғы жылдары бұл адамдардың жұмысқа көбірек шығып кетуі кімнің кінәсі? Мемлекеттің кінәсі ма, немесе бұл экономиканың, идеологияның зияндары ма? Кімнің кінәсі? Ағаттық қай жерден кетті деп ойлайсыз? Ағаттық қай жерден кетті? Ол кезде саяси сарапшы оны оп-оңай айтып түсіндіріп берді. Бұл 95 жылы Конституциядағы баптан кеткен ол. 95 жылы Конституцияны қабылдайтын кезде президенттік билікті абсолюттік қылып нығайтайық дейді. Ана жерде отырған президенттің жаңағыдай билік бөлінісі деген бар емес пе? Парламенттік бөлінісі. Билік бөлінісінің бәрін қысқартып өзі Назарбаев айтқан, мен жерде неше түрлі реформалар қабылдаймын десем, парламентке пәленбай оппозицияның депутаттары кіріп кеткен. Мен кез келген бастамамның етегіне жабысып отырады. Сондықтан сендер мыналардың алдын жабыңдар да. Конституция бойынша билігін күшейтін деп, мен мемлекет нығайтып болғаннан кейін, сосын мен сендер қайтадан билікті бөліп беремін деген. Сол идеяға құлай сенген адамдардың бәрі Назарбаевтың билігін күшейтуге атсалысты. Нәтижесінде не болды? Ол 2005 жылы әбден жаңағыдай өзінің билігін күшейтіп алғаннан кейін 2005 сайлауда ол тағы да 97 ма? Өзінің саяси қарсыласын атып өлтіріп тағы ары қарай бізде авторитаризм күшейді. Ол не болды? Билік бір ғана адамның қолына, бір ғана әулеттің уысына түскеннен кейін болды, олар ойына келген істейді. Содан кейін енді жаңағыдай ақша түсетін өндіріс орындарын бәрін олар өздерінің жаңағыдай олигархтардың арасында бөліп алды да, ол ақшаның бәрін шетелдегі офшорға апарып салғаннан кейін, елдің ішіндегі айналып жатуға тиіс ақша жойылғаннан кейін, сыртқа шығып кеткеннен кейін ақша аз болады. Сосын не істейді? Азғантай ақшаны елдің бәріне бөліп бере алмайсың. Сондықтан олар ақша жетіспегеннен кейін жас жігіттер тұрады да Кореяға барып жұмыс істейді. Сосын Англияға барып та құлпынай тереді. Сондықтан бұндай мәселені шешуге тырысқан кезде оның түпкі негізін біліп тұру керек. 95 жылы Конституциядан кетті. Сондықтан көз ашық адамдардың бәрі Конституцияда кеткен осы қателікті түзеу керек, билікті қайтадан бөлу керек, президенттің ана несін супер президент деген билігін тежеу керек. Ол енді оны тежейін десең, енді баяғы отырып алған олигархтар саған оны өзгертпейтін құдай. Сондықтан биліктің ішіндегі жүріп жатқан бұл дағдарыс жаңадан пайда болған буынның кедейшілігіне алып келіп соқты. Бұл өте қарапайым көзқарас бұлардың бәрі. Және бұған бір аса бір сауатты бір терең түсініп қажет жоқ. Фейсбукты ашып қалсам бұны көз ашық мамандардың бәрі бұны неше рет талқылап жазып, бірақ ол мәңгі уақыт бір рет айтады, екі рет айтады, үш рет айтады, өмір уақыт бір нәрсені қайталап жаза беру керек, ерінеді, бір-екі рет жазып қояды. Ал енді бұқара халық қараңғы адам болғаннан кейін ол нәрсені түсінбейді дағыны, бұл кімнен болып жатыр, бұл кімнен болып жатыр деп бұл мәселені қайта-қайта жаза береді. Ол үшін сол мәселені дұрыс талқылаған адамдар сол бір рет жазған постын мәңгі уақыт қайтадан салып отыру керек, ол апта сайын. Халыққа жету үшін дейсіз ғой. Иә. Керемет. Жалпы өте керемет айттыңыз. Енді бізде келесі мәселе мынау мемлекеттегі білім беру ұйымдары, яғни мектептер. Мектептердегі білім беру сапасының әртүрлілігі туралы тоқталып өтсек, мысалға біз білеміз, елде Назарбаев зияткерлік мектебі, Қазақ-түрік мемлекеттік, Қазақ-түрік лицей сияқты жетекші білім беру ұйымдары бар. Ал одан бөлек ауылдық жерлерде, аудан
ауыл аймақтарда білім беру саласының енді айырмашылығы байқалады. Ол туралы ойыңыз қандай? Мен біріншіден мектептің ішінде жұмыс істейтін маман емеспін. Және бұл сұрақты сендер жаңағы осы ғылым білім министрі дейсіңдер ме, несіңдер осы мектептегі білім сапасына жауап беретін чиновникті шақырып алып соған қоюларың керек. Ал егер маған жай өзіңіздің осы жүрген тұрған тұрысыңызда аралас құрлас қылғаныңызда субъективті қалыптасқан бір пікіріңіз бар ма, пайымыңыз осы мәселеге байланысты десе, онда бір нәрсені айтуға болады. Жалпы сен оны қазақ мектебі ашасың ба, Назарбаев мектебі қыласың ба, жоқ ағылшынша приоритет жасайсың ба, не істесең осы, оның бәрі кризис. Себебі бұл бір 21-ші ғасырда отырмыз біз. 21-ші ғасырға мамандар характеристика беріп тастаған. 17-ші ғасыр математика ғасыры, 18-ші ғасыр физика ғасыры, 19-ші ғасыр биология ғасыры, 20-ші ғасыр атом ғасыры, 21-ші ғасыр қуыс кеуде ғасыры деп атайды. Қуыс кеуде ғасыр деп отқан бұған дейін адамдардың бәрі не үшін өліп өшіп біреу физика, мына ғасырда физиканы, ана ғасырда математиканы, мына ғасырда биологияны дамып отыр дейсің. Ол кезде бір құндылықтар, өмірдің мұраты, адамдар бір киелі бір дәстүрді ұстанып отыратын тұғын, бір кейбір кредоларды аттап өтіп кетпейтін тұғын, мысалға жалпы адамзатты бір жақсылыққа жеткізу деген сияқты бір жаңағыдай бір утопиялық идеялар болса да сонымен ауырып, соны өмірлерін сарып қалатын тұғын. 21-ші ғасырда кез келген адамның қай қасіретін бөлісетін сондай киелі ұғымдардың бәрі ол нигилизмнің тарапынан шабуылға ұшырап, бәрі киесінен жұрдай болып профанизация процесі бетімен кеткен ғасыр. Сондықтан кие, әдеп, ива деген заттың бәрі табан астына тапталып қалып, сен енді оның үстіне алып келіп, мен қазір білімнің сапасын арттырамын деп, сен өтірік әр жерден сингапурский метод, андайский метод, кембриджский метод, грузинский метод, ленинградский метод әкеліп қоятын болсаң, оның бәрі күлкілі карикатура болып шығады ана жерден. Сондықтан да бұдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын елдің бәрін әсіресе ақшалы, бай дәулетті ата-аналардың бәрін бізде мынандай метод бар, Сингапурдан әкеліп жатыр, мынандай метод бар, біз Кембриджден көшіріп әкеліп жатыр, біздің мектепке балаңызды берсеңіз, маңдайы жарқырап, екінші Ньютон болып шығақтаған, Эйнштейн болады, бүкіл әлемнің заңын өзгертіп жіберді деп соққан тұлғалар. Соққан түгі де жоқ, міне балалардың бәрі мәңгүрт болып, ұрпақтар арасында сабақтың бәрі үзіліп, киеден жұрдай болған балалар мен ата-аналардың арасында өмір бітпейтін конфликт басталды мысалға. Оның бәрі тас жүрек балаларды өйтіп. Оның ең ірі көрсеткіші мысалы Бишімбаев оқиғасы болды. Өте сауатты, министр деңгейіне дейін көтерілген жарлас жігіт алыптағыны өзінің үлбіреп тұрған әйелі тепкілеп өлтіріп тастады мысалға. Соны мына адам қайдан шықты дейтін болсаң, мектептің сапасына қарай артқа қарай лентаны айландырсаң бәрі белгілі болады. Сондықтан да мына рухани мәселені мектептегі балдардың бойындағы жалпы адамның адами қасиетін немен есептейміз деген кезде кісінің көңілін бағу, екінші біреуге қамқор болу, әлсіз өсе алмай жатқан, өре алмай жатқан, аяққа тұра алмай жатқан, қандай да бір қиындыққа шатылып тұрған адамды өзінің уақытын бөліп, екінші бір адамды махаббатпен жетекке алатын адамның бойында қасиет іске қосылмаса, бұл жерде прогресс, адамшылық бар деп есептемейміз деп келіскен. Енді сен айтып отырған мектептердің бәрі, бұның бәрін мақсатты түрде талқандайды мысалға. Біреуде шаруам болмасын, енді шығарып мода оқытқан кітаптарының өзі екінші болмай бірінші болып отырсы деген девиз пайда болған жоқ па енді. Бұл девиз деген сөз не деген сөз? Екінші болмай бірінші бол деген сөз. Бірінші бол деген не? Бірінші бол деген ешкімде шаруам болмасын сен. Азаннан кешке отырып ал да сабағыңды оқудағыны топ жар, олимпиаданың бәрін қират, грамотаның бәрін сыпыр, медальдің бәрін мойныңа тақта, тезірек кететін жерге кет. Құран Америкаға деген девиз ғой оның бәрі. Ал енді Америкаға қарап секіру деген сөз не деген сөз? Сен қасыңда адамға жаның ашымасын, онымен ештеңе бөліспе, өлмесе өмірім қатсын деген көзқарас. Сен сондай позицияға бексең, сен красавчик деп арқаңнан қағады, сен бетіңе баспайды, айыптап. Егер бетіңе басатын болсаң, сен өзіңді кекетіп мұқатып жерге тығып жібереді. Сондықтан да бұны не дейді? Compassion дей ме? Біреудің қайғысын бөлісу деген. Сол сезімді аялап, сол сезімді қайтадан мектепке, балабақшаға, университетке кіргізгісі келмейтін, кіргізе алмайтын оқу орындарының бәрі, ол бәрі тұйыққа тіреледі. Ешқандай да оқу жоқ. Мысалға мен Астана қаласында жылына әр балаға 5 миллион, 8 миллион теңге төлеп оқытатын мектептің қазір мұғалімдерін танимын, кітапханашыларын танимын, завучтарын танимын. Олар бізге келеді, әңгімелеседі, сөйлеседі.
бәрі айтып жатыр, болды, ешқандай шанс қалған жоқ, бұл жерден енді ешқандай ғылым білім шықпайды, 8 миллион төлеу, 80 миллион төлесең де бұл жерден сен енді білімді адам жасап шығара алмайсың. Неге десең, қараса дейді, ағылшынша судай сөйлейтін мұғалімдердің бәрін жастар жинап алған дейді. Шынында да ағылшынша мінсіз сөйлейді олар, қатесіз. Сабақтың бәрін ағылшынша түсіндіріп жатыр. Бір бала тыңдап отырған жоқ ананы. Видеоларын түсіріп көрсетіп мына мұғалімнің төбесін секіріп жатыр аналардың кәдімгідей. Алар енді неғып мұғалімдер енді күреспейді, неғып бұл енді қатты сөйлемейді, неғып тыныш отыр деп ол айғайламайды десең, жұмысы ма бала қазір маған қатты сөйледі деп шешесіне барады шағым айтады, ол келеді де директорға айтады, сосын ол баласын шығарып алады. Бір бала кеткен кезде 8 миллион теңге дейді кетіп қалады дейді. 10 бала кетсе не болады білесің ба дейді, бәленбай миллионға ұрады анау дейді. Сондықтан мейлі теке болсын сүт берсін, ақша төлеп отырса болды, жүре берсін осы жерде дейді ана. Олар жүре береді соның ішінде. Білім де алмайды, тәрбие де алмайды, енді олар ғылым өндіре алмайды. Ал ғылым деген нәрсе ол дисциплинаның үстінде тұру керек, тәртіп болу керек. Ал дисциплина қазір ол әдеп. Ал әдеп деген нәрсе ол рухани ілімнен, қазақшылықтан тартады. Сондықтан қазақ тілін құнар арқылы келеді. Олар қазақ тілін жапты да бұл түкке де жарамайды. Ғылым тілі орыс тілі деп таған, орыс тіліне кіріп алып еді. Ол енді орыс тілін үйренген кезінде Толстойды, Тургеневті, Достоевскийді, Гогольді оқып, ол жаңағыдай кісіге жанашу деген қасиетін орыс тілі арқылы ол баптап өсірсе жақсы ғой, ол оқымайды да, ол күледі, ол мазақтап. Сондықтан анандай мектеп, мынандай мектеп жаңағы дегеннің бірде-біреу менің қанымды қыздырмайды. Сен шетелден қандай проект деп салсаң да, мен оның бәрін ақшалы ата-аналардың басын айналдыру манипуляция деп есептеймін. Иә, енді қазір осы Алматы қаласындағы үлкен осы ағылшын тіліне негізі басымдылық беріп, сосын оны қосымша орысшасымен жетектеп алып келе жатқан бір мектептің құрылтайшысы осы проблеманы түбінен түсінгеннен кейін өткенде тоқтады тағына, балдарын оқытып отқан 80 еркек әкені жинады кәдімгідей. Байлар ғой бәрі дәулетті. 80 әкені жинады, әйел жоқ оның ішінде. Ақшаны тауып отқан солар ғой енді. Соны бәрін дізіп отырғызып қойды да. Бір көзқарақты бір ағартушыны шақырды. Менің танысымды. Сөйтті дағаны айтыңыз мыналарға деді. Мына мектепте бізде болашақ жоқ, бізде ешқандай перспектива жоқ, әшейін далбасалап отырмыз деді. Біз сіздерді просто алдап отырмыз. Ағылшын оқыса балаң карамат болады деп. Негізі ештеңе жоқ бұл жерде. Біз ағылшын үйретеміз деді, бірақ сен балаң ағылшын оқымайды деді. Себебі сен балаңда талап та жоқ, мұрат та жоқ, мақсат та жоқ, жігер де жоқ деді. Ол талап, жігер, мұрат деген нәрсені алу үшін біз қазақша тәрбиеге қайтуымыз керек деді. Қазақша тәрбиеге қайту үшін мына құндылықтың бәрін сіңіруіміз керек деп отбасы хрестоматия кітаптардың бәрін алдына жайды ана құрылтайшы. Ол осы Алматының қызы екен. Өте сауатты. Бұған дейін балалар талай рет Англияға, Америкаға өзінше, Европаға әртүрлі пән бойынша жарысқа алып келген. Бірақ ол сол жерде бір нәрсені байқайды. Қазақ тілді балдар мен орыс тілді қазақтардың арасында өмірі бітпейтін шайқас, төбелес. Қазақ халқы Назарбаевтың кезінде екіге бөлініп кеткен субэтнос. Яғни қазақтар және қара орыстар деп аталатын. Енді бұл проблеманы көріп тұрады да, біз мектептің ішінде екіге жарып, бір-біріміздің басымызды жаруға, бір-бірімізді тірідей пісіріп жеуге дайын отырмыз. Ал біз сендерді бәлен миллион төлесем, мен сенің балаңыз ағылшынға судай ақ беремін деп айтып отырмыз. Сондықтан тұйықтан қайтадан шыққымыз келсе, осы отырған 80 әке бәрін келісесіңдер қазір. Қазақша тәрбиеге қайтамыз, біздің болашағымыз тек қазақ тілінде. Ана отырған 80 әкенің ішінен бірде-бір адамша бунт көтерген жоқ мысалға. Бұл не деген сұмдық керек еді маған, сен қазақшаң ту керек. Біз осымен ақ өсіп біреу айта алған жоқ. Себебі бәрі іштей көріп отыр. Қисық кетіп бара жатқанын, былай болмау керек екенін, өзінің баласымен ол шүйіркелес сөйлесе алмайтын, өзінің балалық кезіндегі алған әдемі сезімдерін, әкесінен алған әдемі өсиеттерді енді баласын ақтара алмайтынын көріп біліп отыр, бірақ үнсіз отыра берген ғой, тілін тістеп. Енді бүкіл әлем осылай кетіп бара жатса мен де кете беремін деп конформистік көңіл күймен. Анау енді құрылтайшы ашық айтқаннан кейін олардың бәрі ашық сөйлей бастады. Сондықтан болашақта мектептің сапасын арттыру деген бір нәрсе. Баланың бойына қайтадан кісіге жан ашып тұратын ізгіліктің дәніне. Сондықтан бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел баласының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді. Тек осы мәселені ғана біз талқылауымыз керек. Қалған андай мектеп, мындай мектеп дегеннің бәрі құр босқа уақытты далаға шашу есептеледі. Керемет, жақсы түсінікті айттыңыз. Келесі мәселе бізде енді кез келген істі бастағанда, кез келген бір саясатты болсын, не нәрсені жүргізсек те, бізде ең бірінші қозғаушы күш идеология. Ең бірінші идеология мықты болған жерде ары қарай да бола береді. Енді қазіргі таңда мынандай түсінік бар, әлеуметтік ашықтық дейді. Не ол әлеуметтік ашықтық? Енді басқа жаңа енді инновация дейміз ғой.
технология. Жаңа түсініктерге, жаңа көзқарастарға ашық болу. Яғни оны қабылдау, түсіну сияқты. Соңғы уақыттарда негізі байқайтын болсақ, бізде жастар болсын, жалпы қоғам өте ашық шет ағымдарға, шет түсініктерге, мысалы Европаға болсын, шығыс елдерінің түсініктеріне болсын, өте ашық. Ал енді біздің көрші мемлекеттер, түркі мемлекеттер, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттердегі көзқарас бойынша Қазақстан кішкене оларға қарағанда Европаға, европеистік көзқарасқа жақын ел. Енді біз жерде бұның соңы неге апарады деп ойлайсыз? Осы әлеуметтік ашықтық өзге құндылықтарды, өзге идеологияларды бойымызға сіңіру түбі немен бітуі мүмкін? Не өткенде қазақ ұлты этнос ретінде жойылады да мемлекет ыдырап кетеді болды. Немен бітеді басқаша? Бізде идеология бар ма? Өзімізде ұстап қалатын. Қазақтың идеологиясы. Идеология бар ғой, бірақ оны ендіріп насихаттайтын чиновник жоқ қой. Яғни енді жұмыс істеп тұрма деген сұрақ қой дәл қазір. Жұмыс істеп тұрғанда оны ешкім жасаған да жоқ қой, жұмыс істеп тұратын идеологияны. Енді чиновниктердің түрі анау ғой енді. Орыс тіліне басымдылық беріп отырған жоқ қой. Ешқандай қазақтар өзінің ана тілінде тамаққа тапсырыс бере алмайды. Менюдің бәрі анандай. Кез келген жағында үйім неге барып контракт жасайтын болсаң, келісімшарттың бәрі орысша береді саған. Қайта кеше Магнум оқиғасынан кейін ғана оның бәрі банкрот болып қаламыз ғой, пафырап. Жанталасып Google Translator'мен әйтеуір өтірік болсын, қате шалапылап бірдеңені жасап алып, бізде қазақшасы бар деп елдің бәрін алдап жатқан. Соның бәрі не? Үкіметтің тарапынан ешқандай талап жоқ, қысым жоқ мысалға. Сәл белсенділер қыса басса, олардың өзін қысып жібереді аналар. Сондықтан бұл ұлттық идеологияның жоқтығы қазақ мемлекетінің ыдырауына, тарауына, тәуелсіздіктен айырылып, сосын 20 миллион қазақ халқы бытпырған, шытпырған болып, әр елге тентіреп құл болып кетеді. Иә, Санжар дұрыс айтасыз. Басқаша не болады енді? Мысалы 90-шы жылдары айтқан кезде көбісі айтатын еді, КСРО-дан қалған ескі адамдар, олар орысша сөйлейді деп. Жаңа буын келсе, мүмкін орыс тілі ығысып, қазақ тілі бірінші орынға шығады деген сенім болды. Иә. Бірақ жаңа буын келді деп айта аламыз, өйткені тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан көп болды. Бірақ әлі күнге дейін қазақ тілі екінші орында да. Бұл не үшін? Мысалға кейбір мектептерде ата-аналар әдейі өзінің балаларын орыс сыныбына береді да. Не үшін берді деген сұрақ қойсақ, орыс сыныбында енді білім кішкене бар деген секілді өтірік сылтауларды айтса болады. Қазақ тілін бірінші орынға шығаратын жаңа буын қашан келеді? 2040 жыл келе ме, 2030 жыл келе ме? Мен оны білмеймін. Мен ондай болжай алмаймын. Ондай болжамдарға, қиялдарға жұтылып кете беретін болсам, мен ештеңе де істей алмай қаламын. Сондықтан ондай қашан келеді деп күреспей отыра беретін соң ешқашан да келмейді. Ал егер нақты бір істі қолға алып күресіп, соны сен түсіндіріп, соны дәлелдей бастасаң, әртүрлі жолдармен, онда ол тезірек келуі мүмкін. Мысалға, мен тағы да қайталап айтамын. Жаңа айттым, мен Алматы, Астанадағы неше түрлі жекеменшік мектептердің мұғалімдерімен сөйлесіп отырмын дедім. Олардың бәрі келіп сыбырлап айтып отыр. Құрылтайшылардың бәрі қазір паникаға түсіп жатыр деді. Не үшін деп? Себебі мына ағылшын тілін үйретеді, орыс тілін үйретеді деп бергенменен бәленбай миллион теңге төлеп, олардың бәрі балдары 7-8 жасқа келген кезде мәңгүрттенеді дағына нигилизм көрінеді. Еш нәрсеге қызықпайды. Сосын мысалы жаңағы ойбай жаңағы пәлен деген түген деген зияткерлік мектеп бар, IQ-ң сұмдық көтереді деп отыр ғой. Оның бәрі мына адамға жасалып жатқан бір ГМО сияқты нәрсе. Ана кішкентай баланы шамадан тыс тез есейтіп жібереді. 16-17 жасар қыздарда, балдарда бір балғындық, бір балаға бір аңғалдық бір жоқ та. Бір өмірді көріп тастаған, бір сүт тастаған, бір 35-тегі, 37-тегі бір қақпас әйелдер мысалы, қос қақшаң бәрі бүйтіп. Нені айтсаң да бір жалмаңдап тұрады. Аналар балалық шағын бәрін жойып жіберген мысалы. Аналарды жаңағы ГМО беріп, укол салып өсіріп жіберген да, қарапсаң. Енді олар 15-16 жасында бүкіл құпия сыбырлап сөйлесетін, құпия талқыланатын нәзік темалардың бәрін ашып талқылап тастаған мысалға. Ешқандай иба жоқ, әдеп жоқ, аяғын тартпайды. Сондай темаларға қарап, сондай темаларға бұрып, жай осындай әңгімені бір ақырындап алып келе жатсаң, екі көзін саған бір жаңағы аборигенге қараған сияқты бетінде мысқылын, кекету, мүсіркеу сияқты нелерін жаңағыдай бетіне анық ашық шығарады. Енді одан өтіп кеткен әдепсіздер осы ашық айта бастайды мысалға. Бірақ енді олардың бәрін өмірін біз қадағалап отырмыз енді, ал қайқа дейін бара екенсің деп. Жастары сосын олардың 30-ға жетпей 25-26-27-сінде бәрі күйреп жатыр мысалға. Өмірлері күл талқан болып жатыр. Енді қате жасалған шешімнің бәрі енді оған соққылып трагедия болып келеді басына. Ал енді ол басына трагедия тигеннен кейін өмірін бұзып, қайтадан реформа жасап, дұрыс құрайын десе,
рухани база жоқ мысалға, өмір жайында түсінік жоқ мысалға, бәрін қиратып тастаған. Енді осыны көргеннен кейін жаңағы нигилизмге ұрынған жаңағы ерте сиіп кеткен балалар ешнәрсеге қызықпайды, ешнәрсеге тартылмайды. Соған байланысты олар оқудан кетіп жатыр. Бірінші жекеменшік мектептің кітапханашысы айтады, кеше бізден дейді 6 ай ма 7 айдың ішінде осындай нигилизмге ұрынған ешнәрсеге қызықпайтын 50 бала кетіп қалды дейді. А ол $500 000 дейді. $400 000 минусқа кіріп кетті анау дейді. Енді ойда паника басталды дейді. Иә, мынау деген сұмдық қой, бүйтіп кете берсек банкрот боламыз ғой деп. Енді шығатын жол қайсы деп, шығатын бір ғана жол бар. Балдарды қайтадан қызықтырып, қайтадан армандарын ояту үшін қызықшаға қайту керек. Қайта мына ел, шежіре, аңыз деген заттарға оралу керек. Сонда ғана мынандай тұлғаларды насихаттау арқылы мен пәленше сияқты болғым келеді деген армандарын оятпайтын болса, мына Стив Джобспен сен бір Илон Маскпен ешқайда бара алмайсың сен. Қит етсе соны айта бересіңдер сендер. Содан аналар енді биыл жазда онда қазақша тәрбиені күшейтіңдер деп мектепті лагерьге берді деп отыр. Енді ол қазақша тәрбие беретін мақұл, ол директор, құрылтайшы бизнесін ойлап та банкрот болудан қорқып рұқсат берді. Екінші сұрақ, ол кітапханашының басы қатып отыр. Жарайды, мақұл, директор маған келісті дейді осыған. Енді оны жұмысты кім жүргізеді дейді. Кім айналысады енді оны, ал ол құндылықтарды білетін, соны балаларға мәңгүрттерге барып түсіндіріп бере алатын, сен педагог табуың керексің. Шыдамы, темір сияқты, тозбайтын. Қақын аласың оны, ол аттаған, ол маған келіп отыр ғой енді. Сен маған енді осындай балалар береді ғой деп. Ал енді мен саған бір қызық айтайын. Сондай лагерь ашамын, осындай мектепте жазып, бәрі лагерьге айналдырып отыр ғой, қазақша тәрбие қайтайық деп. Бұл бір жаппай басталып кеткен құбылыс та. Енді біздің маңайымызда жұғысып жүрген, осындай отбасы хрестоматиясының кітаптарын қызығып оқып жүрген, оны біреуге үйретіп жүрген, бізден лекция тыңдап жүрген жас жігіттер бәріне шыққан студенттерге. Енді сенесің ба? Біреу болса емес. Бәрі бүйтіп жауап берген. Жоқ, мені пәленше деген мектеп жалдап алды. Ауылымыздан осындай лагерь ашайын деп жатырық. Осындай қалада пәлен деген директор нағашым бар еді, апам бар еді, сол ешқайда кетпейсің, маған менің лагерьімде жұмыс істейсің. Себебі мектеп жазда да енді тәрбие берумен айналыспаса, ана балалар сентябрьде кетіп қалады. Сол үшін жазда аналарды қызықтырып ұстап тұру керек. Соны айтады, ең аяғы 16-17 жасар балаларға дейін түстік дейді, мұғалім кеш маған деп. Айтпай-ақ қояйық, 30-дағы тәжірибелерін айтпай-ақ қояйық, 25-тегі жалындап тұрғандарын айтпай-ақ қояйық, енді үйреніп жатқандарын. 17-16 мектепте 10-11 оқитын балаларын бәріміз осы емеспіз деп айтты дейді. Бәрі жаз бойы осымен айналысамыз деп айтты дейді. Әулеттің ішінде Көкшетауда бір Жетісайдың қазағы бар. Онда соң Көкшетауға барғаннан кейін бала шағасы орыстанған, жан-жаққа шашыраған, ағайынның арасындағы ауызбіршілік ыдыраған. Соны күшейту үшін мен де жазда Жетісайға барып, Қарашығанаққа бүкіл ағайын туысқанның жаңағы бір-біріне суып кеткен бала шағасын жинап, лагерь өткізіп, қазақша тәрбиеге бұрынғы неге өзіміздің бала кезімізде үйренген заттарға қайтайық деп ұйымдастырып жатырмын. Маған адам тауып берші дейді. Мен айттым, айналайын, мен балшықтан адам жасаймын ғой. Адам болса маған мен де оқытайын соны. Сонымен енді ол ақшасын төлесең де таппайсың сен. Сондықтан бәрі жаңағы жекеменшік мектеп. Тағы да біреу шықты бізге. Астана қаласынан жаңа мектеп соғайын деп жатырмыз. Ешқандай орыс тілі мен ағылшын тілінің әсері тимейтін мектеп болу керек. Қазақ тілді. Иә. Тек қазақша тәрбиені, ұлттық тәрбиені өсетін көп. Оның концепциясын кім жасай алады деп. Енді біреулер, енді ол бізге біреулер арқылы шыққан ғой. Бірақ өзі ол Санжар тым діншіл. Олар суфизммен ауырады. Бір мен бала шағам бәрі жаңағыдай ұлттық тәрбие деп бәрі жиналып алып зікір салып отырса не боламыз деген паникаға түскенде ғана мен байланыспай қойдым. Біз күлдік оған. Жарайды, мақұл баршы, қай ең барады екенсен көрейік. Ол бәрі маған шыққан күнде де мен оны жасап бере алмаймын. Мен біріншіден уақытым да жоқ, кадрым да жоқ. Айтайын дегенім сол мектептердің бәрі тұйыққа тіреліп, өйткені орыс тілді ортамен араласатын болса, орыс тілінің әдепсіздігі, көргенсіздігі, мұғалім сыйламайтындығы, қағып соғып жүре беретіндігі, кез келген әдепсіз, ұятсыз нәрсені жаңағыдай ойымды ашық білдіре аламын деп қалай болса солай сөйлей беруі мүмкін хамство, бетбақтық басып кеткен әдет. Соның бәрін ығыр болып шаршап кеткен балалардың бәрі біреуін жолату шумаңдар. Таза баяғы Қаныш Сәтбаевтардың, Мұхтар Әуезовтердің деңгейіне қайту керек. Өте әдепті, тәрбиелі, бірақ ғылымды өндірген кезде Ленин премиясынан Нобель сыйлығын алған сияқты нәрсе. Әйтпесе 58 жыл Сәтбаев, 59 жыл Әуезов алған кезде бүкіл Қазақстанның жарысы идеологиямен, жарысы әдебиетпен шұғылданып кететін себебі сол. Сондай деңгейде мотивация беретін адам болу керек ана жерде. Ол қаншамасы Алматыда шығып отқан,
ол адырағасын енді қазақтардың ашып жатқаны. Иә. Мына батыстың компаниялары бар ма осы жерде жұмыс істейтін? Солардың бала шағасын оқытатын мектеп бар ағылшын тілінде. Соның директоры шығып қазақ тілін үйрететін, қазақша тәрбие беретін адамдарың бар ма деген екен қоя берді. Сендер үйренсек. Соңғы бір жылда мыналарға бір нәрсе көрінді дейді. Не болды десек бәрі келді дағы қазақ тілін үйрететін, қазақ мәдениетін сіңіретін, қазақша тәрбие беретін мұғалімдер керек бізге деп айтты. Себебі сол батыстан келіп жұмыс істеп жатқан компанияның сотрудниктері де әдепсіз нигилист балдарына ығыр болып кеткен. Олардың отбасында ешқандай мәні жоқ. Сен жұмыс істеп ақша тауып балаңа салып жатсың ақшаны. Ал 15-ге келген кезде суши мен пиццаға заказ беріп диванның үстіне телефон шұқылап жата береді. Не үшін ары қарай жұмыс істеп ақша табу керек? Ешқандай арман арқаламайтын болсаң. Ал ол 21-ші ғасыр, Қуыскөйлі ғасырына ол тұзаққа түсті мысалға. Байқамай қалды. Ол ойлады да баяғы 20-ші ғасырда оқу ақшасын төлеп қойсам өзі қиратып кете береді деп. Анау 20-шы 30-шы жылдарда қазақтарды көріп бір әріп танымайтын қазақтардың арманы орысша оқу, Павлодарға барам, анда барам, мұнда барам, Семейге барам деп үйін тастап кетіп қалып, мойнына дорбасын асып алып, мектептің есігіне келіп, ағай мені оқытыңызшы, ауылдан оқу іздеп келдім деп, ай жарайды деп, 12-13 жасында әріп танып жатады, ағартаң 25-те ғалым болып жатады, сондай болады деп ойлап қалған ғой. Қай жақтан саған? Осындай әңгіме жігіттер. Кеттік келесі мәселе. Жақсы, керемет. Өте төп басып айттыңыз негізі мәселенің тамырынан. Енді бізде жаңа айтып өттіңіз. Осы негізі кеңес үкіметі құлағаннан кейін, яғни жоспарлы экономикадан тәуелсіздік алған біздің еліміз капиталистік экономикаға өтті ғой. Нарыққа. Соңғы 30 жылда нарықтық экономикаға. Енді бұл жерде біздегі соңғы өскелең ұрпақ, соңғы жастардың санасындағы өте бір күшейіп кеткен құндылық, яғни белең алған ол ақша бірінші орында. Яғни капитал өте үлкен рөл ойнайды қазіргі жастарда. Енді осы тұрғыдан да бізде университетте дәріс беретін ағайлар бірнеше рет бізді айыптаған болатын енді. Не дейді? Ақшам жоқ деймін? Жоқ. Біздің кезіміздегімен қазіргіні салыстыруға мүлде келмейді. Біздің кезімізде ақша емес, біздің кезімізде туыстық қарым-қатынастық, бауырмалдық, сондай адами құндылықтар жоғары бірінші орында болатын. Ал қазір жастардың ойлағаны басым бөлігінің көпшілігі ақша, капитал, тезірек жағдай жасап алу, үй алу, көлік алу, енді былайша енді успешный өмірге жету ғой. Осы тұста енді бұны айналдырып әкеп негізгі айтқым келіп тұрған нәрсе, бізде қазір 100 мыңдаған кадрлар бос тұр екен мемлекетте. Бірақтан жұмыссыз жүрген жастардың да саны өршіп тұр. Сонда екеуін салыстырып қарағанда негізгі мәселе жаңаға кадрға бармауының себебі жастардың айлықтың аз болуы. 100 мың 150 мың айлыққа ешкім жұмыс істегісі келмейді қазір жастарға. Енді сол жастар туралы ойыңыз және соларға бір жерлендіретін ақыл кеңесіңіз, қанатты сөздеріңіз болса осы жерде сәтті пайдаланып айтып қалсаңыз. Білмеймін, енді сендер мені тым қатты қинап жібересіңдер де. Тура бір жаңа мен бір ұлттың көсемі сияқты ма, ұлттың ұстазы сияқты ма, тура мен бірдеңе айтсам бүкіл жастардың бәрі жаңа ол Санжар аға айтты болды, енді соны істеймін еріп кететін сияқты. Мен енді өзімді тағы да қайталап айтамын, ондай деңгейдегі мен лидермін, бір ұлт басшысы, көшбасшы, жастардың көсемі, соларға бір жол көрсетуші бір жаңа маякпын деп есептемеймін. Мен өзімнің армандарым бар, өзімнің өмірдің мұраты деп көздеген заттарым бар, сонымен айналысатын адаммын. Кәсібімді немен шұғылданатыным, нені оқып, нені қорыту керек екенін бекітіп тастаған адаммын. Ал бірақ жалпы енді ол оқиғаны алып қараған кезде тағы да қайталап айтамыз. Ол қуыс кеуде деген дертті сол үшін диагноз қояды өзі. Экзистенциялық вакуум, экзистенциялық фрустрация деген нәрселерді айтады. Енді сен айтып отқан жаңа жастардың бәрі аз ақша төлейді, мен сондықтан өрге бармаймын, мен бірден байитын жерге барым керек дегені, оның бәрі мектептен улап тастады мысалға. Мотивациялық кітаптар дедіңдер дағы өздеріне соңғы 10 жылда тек жаңағыдай бір күнде байып кетуді үйрететін жаңағы курстарда, богатый человек в Вавилоне дедіңдер, богатый папа, бедный папа деп бір шықтыңдар, как стать миллионером деп тағы 2 шықтыңдар. Бірінші болма, екінші болма, пәне болма, түген болма деп тағы да ұрдыңдар, оны сетевой маркетинг дедіңдер. Енді соның бәрі, осы құндылықтың бәрі олардың миына сіңіп, токсин сияқты олар бар миын солқылдатып, олардың былай өмірдің шындығын дұрыс бағамдауға, пайымдауға мүмкіндік бермей тұр мысалға. Енді ол қуыс кеуде дертіне ұшырап, мен тәңірлік азапты арқаламаймын, мен мемлекеттің мүддесі үшін мен ондай аз ақшаға жұмыс істемеймін, мен бірден жаңағы саусағымның ұшын қимылдатып қалсам сау өп ақша төгілетін жерге жіберіңдер деп тұрған
адамға барып ақыл айта алмайсың, ол абсурд деп есептеледі. Ол үшін сен бірінші ол жастардың көкірегін құндылыққа толтыратын, құндылық болғанда ол жай құндылық емес, трансцендентті құндылықтар. Яғни оның мәңгілік мұратын айқындаушы, тәңірлік әлеммен байланысып жатқан, сонымен біте қайнасып жатқан құндылықтарды сіңіре алатын бірінші механизм жасауың керексің, сондай бір ілімнің түрін жасауың керексің. Яғни ол ілімді насихаттай алатын, оны түсіндіріп екінші біреуге бере алатын сен тағы да бір кадрлар дайындауың керексің. Оған енді мен білмеймін, біз сен ана жұмысқа бармайды, мына жұмысқа бармайды деп отырсың ғой жастарға. Сен оны айтасың, мына бізге қызығып келетін балалар бар. Осы ілімді үйренсем, сіздер сияқты тарқатсам, осы құндылықтарды өзіммен бірге арқалап алып жүрсем, сосын қоғамға осыны тартсам деп. Сол өз еркімен келген жастардың өзіне үйретесің осыны. Бұл мынандай болады, мынандай болады. Соның өзінің кішкентай қиындығы шықса, теке тіресетін жерде, шорт кесетін жерлерінде, өлім мен өмір мәселесі неге бәске тігілген кезінде солардың өзі табандары тайғанақ болып шығады. Бірден жеңіл жағына, бірден оңай жағына қарай қашады. Ницшенің айтатыны, сендердің өмірде адасып шатасып деп жүргендерің бәрі үшін қорқақтық қой деп жүрген. Заблуждение всего лишь трусость деп айтатыны. Адамның өмірде адасуы деген сол нәрсе қорқақтықтан шығады. Шешім қабылдайтын кезінде оларға күш жетпейді, қайсарлық рухы. Енді сондықтан олардың бәрін үйтіп жасау үшін қайтадан олардың қайсар рухын оятатын бір рухани ілімнің бір жүйесін жасап алу керек бірінші. Сосын барып оның басынан баясылап, аяғына дейін жүйе жасалғаннан кейін бар, ол жастарды шақыруға тәжіктеп бергендер деп. Екіншіден, ол жастарды оқыту деген міндетті түрде бұл рухани іліммен байланысып кете береді. Мысалы, жастарға бірдеңе айту үшін сен ауыр азапты, аз ақшаға жұмыс істейтін ауыр азапты арқалату үшін мен ол айтады, не үшін арқалаймын мен оны дейді. Не үшін мен дейді. Ал ол ақирет ұғымы жоқ жерде сен ол сұрақтың жауабын бере алмайсың. Сен ол өлгеннен кейін топырақ болып жоқ болып өтемін деп отырған адамға егер мынаны арқалайтын болсаң, сен мәңгілік өмірің күшті болады деген қайтып айтасың? Өлгеннен кейін өмірін көріп тұрған жоқ мысалы. Сондықтан да дін ғылымының өлмейтін себебі сол. Сен дінді мазақтай бер, дінді сен тепкілей бер, дінді сен ары бер, сүйрей бер, жаңағы дінге кіремін деп ми айналып қалған бір-екі топасты алып келіп, солардың әулиелерін бәрін сыпырып тастап, мына жерге жаңағы діннің кесірінен адамдыққа ұрынып қалған адамдар сөйлеп солардың түрін көрсетіп көрдіңдер ғой, мына дін адамдықтан басқа ешнәрсе туғызбайды деп айтсаң айта бер, оған дінге келіп кетер ештеңе де жоқ. Себебі адамға мәңгілік мотивация беретін нәрсе, мәңгілік өмір, ақиреттік ұғым деген нәрсе бар. Сол үшін де ол кетпейтін себебі сол. Сондықтан ана балаларда өлгеннен кейін не боламын деген сұрақпен айналыспайтын болса, оған сен ештеңе де сіңіре алмайсың. Сондықтан сендердің өздеріңді оқыту керек та. Бірінші сендердің өздерің бір жерге апарып қамап қойып оқыту керек. Өмірдің басы қайсы, ортасы қайсы, соңы қайсы, соның бәрін түсініп тұратындай. Егер қатты айтып ренжімеңдер, егер сендер осылай жарық жайлы алдарында ыстық шай әкеліп беретін, осында студияда отырып алып, проблеманы сапырып, осы жерде отыра беретін болсаңдар, сендердің өмірлерің бос өтіп кетеді. Сендер ештеңе де істей алмай қаласыңдар. Сендердің өздерің мына бір-екі подкаст түсіргеннен кейін сонда қайнап тұрған қазанға барып түсуді үйренулерің керек. Біреудің бақыт үшін күресуді үйренулерің керек. Сен өзің аз ақшаға жұмыс істеуге үйренуің керексің. Өзің мемлекеттік мүдде үшін сен жеке басының мүдделерін құрбандыққа шалатын болуың керексің. Сен өзіңнің жаңағыдай жеке басыңның бас пайдасын екінші бір адамның өсіп-өну жолында таптап тастап кете беретін болуың керексің. Сол нәрсе өзіңе дарымайынша, сол нәрсе сенің болмысыңнан көрініс таппайынша, елдің арасына барып шығарып сөйлей беретін болсаң, бір күн қадірің қашады. Сосын елдің бәрі мазақтап күледі. Көрдім, сондықтан 21-ші ғасыр деген азынан кешке дейін подкастта отыра беру деген сөз емес та. Бетпе-бет келу деген сөз. Мен қазір мысалы подкасттарда барынша қашамын. Күніге бәлемай жерге шақырады, мен бармауға тырысамын. Не үшін? Себебі бәріне бара беретін болсаң, бір күн сенің күресетін уақытың қалмайды да. Сен тек елге ақыл айтатын бір жаңағыдай бір заржақ біреуге айналасың. Кеттік, келесі сұрақ. Мысалға, кітаптар туралы айтайық. Ал кеттік. Ілім негізі кітаптар арқылы келеді. Аллаға шүкір, қазір енді қазақша кітап шығаратын баспалар өте көп. Оның ішінде мазмұндамай жетекші рөл атқарады. Жалпы қазақша кітап шығаратын баспалардың бастамасы, олар қазақша кітапты не үшін көп шығарып кетті деген сұрақ келеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев экс-президент кезінде рухани жаңғыру деген бағдарлама болды. Сол кезде сол кісінің бастамасымен әлемнің ең үздік 100 кітабы, 100 психологиялық кітап, 100 экономикалық кітаптың барлығы қазақша аударылды.
экс-президентті сол жұмысымен бір мақтасақ бола ма? Қазақ кітабына қазақшаға бір үлкен үлесін қосты. Сол бастамасы арқылы қазақ баспагерлері көбейді. Қазақша кітап оқитын жастар көбейді деп. Мақтау. Мен білмеймін енді. Мен сол кісінің үлесі, сол кісінің еңбегі, соны көргендіктен көріп, соны бастап кетті деп мен өзім ойламаймын. Себебі сендер әлі жас болғаннан кейін басшы адамның қандай графикпен, қандай режиммен жұмыс істейтінін былай әлі түсінбейсіңдер. Ол сендер өсіп, кішкене бір үлкен бір конторада жұмыс істеп көрулерің керексіңдер. Енді мен мемлекетті басқарып отырған президент айтпай-ақ қояйын. Әшейін мынандай қол астында бір 150-200 адам жұмыс істейтін бір компанияны басқаратын адам бар ма? Сен ана қоғамда не қойып отырғанын түсінетін уақыт болмайды кабинетінде. Азаннан кешке дейін оған миллион адам звондап, миллион жұмысшы бірінің үстінен бірі арыз айтып, бірінің үстінен бірі шағым айтып, өзінің жекесі өмірі, жеке семьясын дос-жарандарымен қыдыратын, қасқырататын, саунаға баратын жұмыстарын жетеді оның. Сондықтан ол мәселенің бәрі төменде шешіліп жатады. Мысалы қаншама осы елді жаңағы аралап жүрген кезде әкім аралармен жолығамын. Сол кезде әкімнің орынбасарлары болады. Олармен бөлек отырып, тағы да шай ішіп отырасың, сол кезде солар бәрі айтады. Сәке дейді, барлық мәселені әкім шешпейді дейді. Тек заң әкімдер шешеді, біз шешеміз дейді. Неге десек, әкімнің алдына барасың, дайын қағазды қоясың, мынандай нәрсе, мынаны қол қойып жіберіңіз, тез. Ал уақыт жоқ дейді, ол ойламай, бұл не нәрсе деп сұрап отыра алмайды дейді, оны бәленбай. Саған сенемін, нормально өзіме отвечаю, қол қойып жүріп болып дейді. Сондықтан мына іс-шара өтпейді, Санжар шақырмаңдар, мына кітапты кіргізбейміз десек дейді. Мен айтсам болады, артық қол отырсақ дейді. Сондықтан сендер бір экс-президенттің кабинетінде отырып алып, бір толғанып ойбай, қазақ баспасын қайтсем күшейтемін, қайтсем мына 100 экономикалық оқулықтарды қазақ тіліне, ағылшын тіліне тікелей аудартамын деп, сол тілмен жалынып, күрсініп, сол мазасыздан дөңбек шықшы дегенді қойыңдар, онда қиялы ұят болады. Сендер өздерің де адасасыңдар, елді де адастырып жібересіңдер. Оның астында идеологтары болады, оның астында уәзірлері болады. Соның ішінде ұлтшыл бір-екі әкім тұрып, қолында билігі бар, есі дұрыс адамдар, олар ешқашан өзінің атынан шықпайды Назарбаевтың кезінде. Не үшін? Себебі ол инициативаны өзінің атынан шығарып, осындай күшті жарқыраған проектін, менің проектім деп айтатын болса, сен Назарбаевтың атын айтпайсың дейді, басын шауып тастайды оның қызметінен. Сондықтан олардың бәрі Нұрсұлтан Әбішевичтің жеке өзінің нұсқауымен, өзінің қадағалауымен, сарабдал саясатының арқасында Нұрсұлтан Әбішевич тікелей тапсырды деп сөйтіп айтады ол, сөйтіп айтпаса ол орнынан қағылады. Сонда система орнап тастаған атаң. Сондықтан да бүкіл істің бәрі ойбай теңгерім шығарады, шекараның ойбай Нұрсұлтан, Астананың ойбай сол шығарады, ананың ойбай сол істеді, бәрін соның атына апарып телей беретін себебі сол. Ол қасында қаншама адам жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да ол жаңағы оқулықтарды қазақша шығару, баспасын көбейту деген ол сенің экс-президентіңе ешқайнаса сорпасы болмайды. Соны қуалай беретін болсаң, еш жерде ат аталмайтын белгісіз бір кабинеттен бұрышында тығылып білдірмей жұмыс істеп отыратын бір ұлтшыл адамға барып тіреледі. Ол ешқашан шықпайды. Олар мен білемін. Шамамен кімдер екенін оны істеп отырғанын. Ол адамдар тікелей бізге де шықпайды. Ол адамдар тікелей бізге шықпайды. Бірақ біреу арқылы саған сәлем айтып жібереді. Болды. Сондықтан сендер бұл биліктің қаншалықты өте терең иірімдерден тұратын құрылым екенін кішкене түсініп өсулерің керек деп ойлаймын. Әлі болжап бере алмайсың. Сендер ол 4-5 класстың баласының деңгейінде айтып отырсыңдар. Бәрі президент басқарып отыр соның арқасында. Онда да иллюзияны қойыңдар, ұят болады. Жақсы, түсінікті аға біршама. Енді сіздің өзіңіздің жеке басыңызға сұрақ қойсақ, осы өмірлік тәжірибеңізде ілім, ғылым жолымен қатар мемлекеттік қызмет немесе мансап бірдей тұрған кездер, сондай таңдау болған кездер болды ма сізде? Жоқ, мен алдымда ешқашан ондай таңдау болған емес. Мен өмірімде мемлекетке бір рет жұмыс істегенмін. 2001 мен 2006 жылдың арасында Қазақстан телерадио корпорациясында мен сол жерде 3,5 жыл радиода, 1,5 жыл телевидение істедім. Одан кейін жалпы ол жерде мен еркіндігімді шектейтін болғаннан кейін, мен де сен біреудің көңілін бағып отыру керек болғаннан кейін, іштегі армандарым өле бастағаннан кейін, өзімнің армандарымды жүзеге асыру үшін ешқашан мынандай біреуге бағынышты болып жұмыс істемеймін, өзім бөлек кетемін деп есептеген адаммын. Сондықтан оның үстіне енді менің бір жаңағыдай Қазақстанның сол кездегі ішкі саясаты, ұлтшылдардың бәрін жексұрын көрсету, мына рухани ілімді насихаттаушылардың бәрін бір діни экстремист көрсету сияқты саясатты қатты жүргізіп, бізге антипиар жасай беріп, елдің бәрі бізден безіп кеткеннен кейін, бізге мемлекеттік қызмет ұсынбақ түгілі
сен жасап жатқан жұмысыңды бір жерге барып насихаттауға мүмкіндік бермейді саған, жолың бәрін жауып тастап отырады. Сондықтан бұл сұрақ маған ешқандай қатысы жоқ. Рахмет, түсінікті. Енді подкастымыздың соңына жеткен сияқты. Осы бізге келіп уақытыңызды бөліп, осында өзіңіздің пікіріңізді ортаға тастағаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді шыны керек, сіздің осы алдыңғы бір подкасттарыңызды көріп отырып, былай деген сөзіңіз бізге бір қанаттандыр десек те болады. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дей отырып, сөздеріңізді жерге тастамай келдік деген сөзден кейін бізге сізді осы ортамызға шақыру, қонақ қылу туралы ой келе бастады. Және де сол біздің сөзімізді жерге тастамай, өзіңіздің үлкен басыңызды кішірейтіп келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы алдағы өмірлік жолыңызға да үлкен жетістіктер, сәттілік тілейміз. Және де бізге осы подкаст түсіруге демеу болған, арқау болған Мазмұндама кітап баспасына және Мазмұндама кітап баспасының директоры Шыңғыс Мұхан ағамызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз.